Сәлем достар, сіздермен бірге Қарлығаш, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге малинаның қатыру жолын көрсететін боламын тоңазытқышта, және де пайдалы қайнатылмаған варенье жасап көрсететін боламын. Ең алдымен жәшіктегі әдемі бөлінбеген малиналардың барлығын бір ыдысқа осылай тізіп қойып шығамыз. Үйдегі кез келген ыдысқа малиналарды осылай қойып шықсаңыздар болады. Одан соң мұздатқышқа 2 сағатқа қойып аламыз. Сол кезде малиналардың барлығы жақсылап қататын болады. Міне мен бүкіл малиналардың барлығын осылай қойып шықтым. Қазір мұздатқышқа 2 сағатқа қоятын боламын. Енді қалған малиналардың барлығын жуып алдым да, менде 2 килограммдай малина шықты. Одан соң 2 килограмм қант қостым да, араластырамыз жақсылап. 2-3 сағаттай араластырамыз. Қанты жақсы толық еруге қажет. Міне қанты толық еріді. Осындай малина шықты. Түсі де өте әдемі болды. Енді жақсылап араластырып болған соң, осындай ыдысқа салып, қақпағын жауып, тоңазытқышта сақтайтын боламын қысқа. Бұл малинаны мен қайнатпаған соң, тек қана тоңазытқышта ұстау керек болады. Бұл қайнатылмаған малинадан жасалған вареньяның пайдасы өте керемет. Өзінің құнарлығын, дәмділігін және де түсін әдемі сақтап тұрады. Мен жыл сайын тек қана осы әдісті қолданамын. Кез келген ыдысқа құйып, тоңазытқышта сақтай берсеңіздер болады. Міне 2 сағаттан соң мен малиналарды мұздатқыштан алдым. Осылай әдемі формасын сақтап, ұстап тұр. Міне малиналардың барлығын осындай ыдысқа салып, тоңазытқышта сақтайтын боламын. Кез келген уақытта алып, компоттарға, мохитоларға, пирогтарға, торттардың үстеріне қоссаңыздар болады. Ешқандай формасын өзгертпейді, су ағып кетпейді. Сондықтан да осы әдісті қолдаңыздар. Міне қыздар, мен малинадан 2 түрлі бірінші варенье пайдалы және де қатырудың жолын көрсеттім. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет.